Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыңғырлаған қоңырау. Бүгінгі сабағымызда қоңырау аспабымен танысасың. Музыкалық талдау жасайсың. Жаңа ән үйренесің. Қоңырау музыкалық аспап. Ертеде қоңыраулардың әртүрлі үлгілері діни жоралғыларда, салт дәстүр рәсімдерінде қолданылғаны жөнінде көптеген деректер кездеседі. Қоңыраулар тот баспайтын сапалы жез, мельхиор, тағы басқа металдан жасалады. Кейде сыртына жұқалап, алтын, күміс жалатылады. Балалар, қоңыраудың түрлері өте көп, және оны пайдалану аясы да әртүрлі болып келеді. Мынау мектеп қоңырауы. Мектеп қоңырауы мектептегі сабақтың басталуы мен аяқталуын білдіру үшін қағылады. Осыған байланысты 1 қыркүйекте алғашқы қоңырау мерекесі, 25 мамырда соңғы қоңырау мерекесі өтетінін өздерің де жақсы білесіңдер. Қане, мектеп қоңырауының дыбысын тыңдап көрейік. Енді қоңырау музыкалық аспабымен танысайық. Қоңырау қазақ халқының көнеден келе жатқан сылдырмақты музыка аспабы. Дыбысы сыңғырлап шығатын мыс, жез металдарынан құйылып жасалады. Аспаптың 7 музыкалық дыбыс қатары бар. Қоңырауды кішкентай балғамен ұрып ойнайды. Қоңырау. Вена классикалық композиторлар мектебінің жарқын өкілі Вольфганг Амадей Моцарттың «Волшебная флейта» операсынан қоңыраулар хорын тыңдайық. Откуда приятный и нежный тот звон? Такого я прежде нигде не слыхал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такого я прежде нигде не слыхал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Талқылауға арналған сұрақтар. Қоңырау қандай дыбыс шығарады? Бүгін сабақта тыңдаған 3 қоңыраудың дыбыстары бірдей ме? Әлде ерекшеліктері бар ма? Моцарттың «Волшебная флейта» операсында қоңырау дыбысы қандай сипат береді? Өз түсінігіңді айтып көр. Дауыс жаттығуын жасайық. Балалар, ән айту ережесіне сәйкес дауыс жаттығуын жасағанда да денемізді тіктеп ұстап, терең тыныс алайық. Және
Дауысты дыбысты ерніңді дөңгелендіріп, шашыратпай орында. Жаңа ән үйренуді бастайық. Бүгін біз Ермек Өтетілеуовтың өлеңіне жазылған Ибрагим Нүсіпбаевтың «Жас дәуірдің түлегіміз» әнін үйренеміз. Балалар, әнді орындағанда ән айту ережелерін сақтап, әннің көңіл күйі мен мазмұнына мән беруді ұмытпаңдар. Жаңа ән барлықтарыңа ұнады деген ойдамын. Балалар, әнде не туралы айтылады? Әннің көңіл күйі қандай? Әнді талапқа сай үйреніп, орында. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.